Менің атым Сара, Қостанайдың қазағымын. Ал күйеуімнің аты Шерзот, Түркістанның өзбегі еді. Енем барлық қонақтардың көзінше жердегі үйлену тойы кілемін жинап алып, маған оны қораға апарып тастауды бұйырғанда, бұл үйде мені ешқашан келін деп санамағанын бірінші рет түсіндім. Сол күні біреу маған 3 жылдан кейін дәл осы ескі кілем бүкіл әулеттің көз жасына себеп болады. Талай буын әйелдер жасырып келген сырды ашат десе, жай ғана күліп құтылар едім. Бірақ ол кезде маған күлкі қайда. Аулада күйеуімнің туыстары отырған. Ұзын үстелдердің басында ондаған адам сығылысып отыр. Палаудың, жаңа піскен нанның, мангал түтіннің иісі мұрын жарады. Ал мен болсам, ортада ауыр кілемді құшақтап, тойдан кейін жинауды ұмытып кеткен бір зат сияқты состиып тұрдым. Ешкім тіс жармады. Тіпті Шерзот та көзін тайдырып әкетті. Маған ең қатты батқанды осы болды. Енемнің дөрекілігі де, жұрттың көз қарасы да, дастархан басындағы әйелдердің сыбырласқанында емес, күйеуімнің жанары жанымда ауыртты. Бәрін көріп тұрса да үндемеді. Ол кезде мен бұл үйде үндемеу ең басты заң екен білмеппін. Оны кез келген салт дәстүрден де қатал сақтайды екен. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені бастамас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қанша дегенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп рахмет. Бәрі әлде қайда ерте. Шымкенттегі құрылыс көрмесінде танысқан кезде басталған. Мен су мен жабдықта водопровод жүйесінің инженері болып істейтінмін. Ауыл су құбырларын жаңарту жобасын таныстыруға келгем. Ал Шерзот құрал жабдықтар жеткізумен айналысатын. Ол өте сабырлы, ұқыпты жігіт еді. Әдетте көз бояушылық жасап, мақтанғысы келетін шулы еркектерге мүлде ұқсамайтын. Бойында бір ішкі, тыныш, сенімділік бар еді. Басқалар өздерін мақтап жатқанда, ол көбіне тыңдап отыратын. Дауласа үндемейтін. Күлгенде езуімен ғана жымиятын. Ол кезде маған бұл даналықтың белгісінде көрінген. Кейін барып, үндемеудің де түрі болатынын түсіндім. Кейде бұл күш, ал кейде қорқыныш. Біз 1 жылдай кездесіп жүрдік. Басында ата-анам сәл сескенді. Оның өзбек болған үшін емес, Қазақстанда аралас отбасыларға ешкім таң қалмайды ғой. Тек анам, қызым, тек еркекке ғана қарама. Оның артындағы әулетіне қара. Күйеуді бір рет таңдайсың, ал туыстары өмірлік жолдасың болады, деді. Мен ол кезде ренжитінмін. Маған бұл ескі адамдардың әңгімесі сияқты көрінетін. Махаббат отбасылық қағидалардан әлде қайда биік боп көрінді. Қатты қателесіппін. Тойдан кейін Шерзоттың ата-анасының үйіне көшіп бардық. Үй үлкен, ескі, атасы салған үй екен. Ішкі ауласы, жүзім жайқалған бастырмасы, жазғы асханасы, бірнеше қосымша бөлмелері бар. Онда атамыз Абдукадир, енеміз Муниса және күйеуімнің үйленген інісі әйелімен тұрмысқа шықпаған қарындасы және кәрі әжесі тұратын. Алғашқы апталарды бәрі жылы шырай танытты. Мені қызым деп күлімсіреп қарсы алды. Жергілікті тағамдарды үйретті, бірақ кейін біртіндеп жаңа ережелер шыға бастады. Басында ұсақ түйектен басталды. Неге 6-да емес 7-де тұрасың? Күрішті неге нашарын таңдадың? Шешеңе неге күнде қоңырау шаласың? Құрбыңа барарда неге рұқсат сұрамайсың? Деген. Кейін ережелер қиындай түсті. Тапқан ақшамызды ортақ бюджетке өткізуіміз керек. Кез келген шешімді үлкендердің ақылдасып қабылдауы қажет. Қонақты тек рұқсатпен шақыру керек. Тіпті бөлмеміздің жиһазды да ақылдаспай жылжыта алмайтын болдық. Мен өзімнің басқаша өмір сүріп үйренгенімді түсіндіргім келді. Мені жылы жымиып тыңдайтында, артынша бәрін өздерініңкінде қылатын. Жарты жылдан кейін менің сөзімді ешкім шындап тыңдамайтынын, әсіресе енемнің құлағына қыстырмайтынын түсіндім. Ол ешқашан
айқайламайтын, бетіме келіп балағаттамайтын, бірақ оның айласы әлде қайда қауіпті еді. Ол кез келген өтінішті менің көргенсіздігім мен іштарлығымның дәлеліне айналдырып жіберетін. Жұмыстан шаршап келіп, кешкі асқа үлгермей жатсам, әрине қызым, демала ғой. Әйел деген отбасы үшін өмір сүрмейді ғой, дейтін. Демалысты күйеумен оңаша өткізгім келсе, күрсініп, қазіргі жастарға ата-ананың керегі жоқ қой, дейтін. Егер сөзге келіп қалсақ, бірнеше күн үндемей қоятын. Ал артынша туыстары маған бір масқара нәрсе жасаған адам құсап қарай бастайтын. Бірақ ең таңқаларлығы үлкен ұрыс кілем үшін еді. Қолдан тоқылған үлкен қызыл кілем. Ол үйдің орталық бөлмесінде төсеулі тұратын. Оған ешкім аяқ киіммен басуға батпайтын. Оны ешқашан тіпті үйді жөндегенде де тазалағанда да жинамайтын. Әулеттің әжесі бірде маған кілем төсеулі тұрғанда шаңырақ шайқалмайды деп бір түрлі сөз айтты. Мен мұны жай ғана ескі наным сенім шығар деп ойладым. Бірақ кілем туралы сөз қозғалса болды, үйдегі әйелдер тыйыла қалатын. Бейне бір тыйым салынған нәрсеге жолағандай болатын. Бір жыл, сосын екінші жыл өтті. Мен ұлды болдым. Қарым-қатынас өзгеретін шығар десем, керісінше болды. Енді мені ана ретінде сынай бастады. Әрбір қателігім талқыға түсетін. Бала неге бірінші қазақша сөйлейді, өзбекше сөйлесін? Неге әжесінің қасында аз болады? Неге жұмыс дейсің? Деген сөздері. Әсіресе жұмыс мәселесі қатты батты. Менің айлығым күйеуімдікінен жоғары еді. Ешкім бетіме баспаса да, іште бір шиеленісті сезетінмін. Кейде атам маған, сенің бұл табысың үйдегі жазылмаған заңды бұзып жатыр, дегенде қарайтын. Шерзот болса тұйықтала берді. Біздің арамыз суый бастады. Бірақ мен бәрібір отбасымды сақтап қалуға тырыстым. Өйткені оны жақсы көрдім. Ертеме кешпе бізді үлкен адам ретінде сыйлайды деп сендім. Бірде түнде ауладан шыққан дауыстардан оянып кеттім. Түнгі сағат 2-лер шамасы еді. Жазғы асхананың терезесінен жарық көрінді. Енемнің сосын атамның даусын естідім. Олар өте жай, бірақ қатты ренжісіп жатты. Кенет маған өмірлік есте қалған сөз айтылды. Егер ол кілем туралы шындықты білсе, бәрі қайталанады. Осыдан кейін тып-тыныш болды. Қорқыныштан қолым мұздап кетті. Кәдімгі ескі кілем не жасыруы мүмкін? Келесі күні күйеуімнен сұрап көрмекші болып ем, ол бірден әңгімені бұрып әкетті. Бірінші оның бұл сұрақтан зәресі ұшқанын көрдім. Дәл сол сәтте ішіме күдік ұялады. Бұл әулетте бір құпия бар. Ол осы үйдің әйелдеріне қатысты нәрсе. Бірнеше айдан кейін өмірімді асты үстінен төңкерген бір жағдай болды. Үйге Ташкенттен алыс бір туысқан апай келді. Аты Раиса екен. Оны ерекше ықыласпен қарсы алды. Тіпті сезімін сыртқа шығара бермейтін енемде жылап көрісті. Кешке дастархан басында Раиса апай маған ұзақ қарап отыр. Сосын кенет, саған кілемнің астында не барын көрсетті ме? Деп сұрады. Бөлмеде сондай тыныштық орнады. Тіпті адамдардың тынысы естіліп тұрды. Енем боп-боз боп кетті. Атам қолындағы қасығын түсіріп алды. Ал Шерзот өмірінде бірінші рет дауыс көтеріп, тоқтатыңыз деді. Ол кезде бұл сұрақтың неліктен кез келген ұрыс-керістен де қорқынышты болғанын түсінбеппін. Бірақ осы үйдің келіндері тіс жармай келген сыры дәл осы сұрақтан басталды. Сол кештен кейін Раиса апайдың сұрағы туралы ешкім тіс жармады. Бірақ дәл осы үнсіздік жағдайды одан сайын үрейлі етті. Жұрт тез бөлмесіне тарап кетті. Мен түнде күйеуімнің қасында көзілмей жатып, арамызда көрінбейтін қабырға өсіп жатқанын сездім. Шерзот та ұйықтамады. Тынысын бірнеше рет аударылып төңкерілгенін естідім. Бірақ не болды деп сұрасам, тек қана оған жолама, Сара, араласпа деп қайталай берді. Дәл осы сөздер менің әуестігімді одан сайын оятты. Егер бұл жай ғана ескі отбасылық реніш немесе мұра бөлісі болса, қарапайым әңгімеден бұлай қорықпас еді.
Бірнеше күннен кейін Раиса апай Ташкентіне қайтты. Бірақ кетер алдында маған бір түрлі сөз айтып кетті. Екеуміз қақпа алдында оңаша қалғанбыз. Қолынан ұстап ұзақ қарады да, әйел адам шындық ұнамаса да, өз үйінің не нәрсенің үстінде тұрғанын білу керек деді. Сосын ол кетті. Ал мен қолына жұмбақтың кілті жоқ, бөлшегін ұстап қалған адамдай боп тұрып қалдым. Кейінгі апталарда отбасын мұқият бақылай бастадым. Қараған сайын түрлі оғаш нәрселерді байқадым. Мысалы, әр жұма сайын ақшам намазынан кейін енем кілем төселген орталық бөлмеге жалғыз кіріп бекініп алатын. Онда 1-2 сағаттай отыратын, ешкімді кіргізбейтін, тіпті әжеде ол уақытты жоламайтын. Бірде байқаусызда есікті ашып қалғанда, енем бейне бір қылмыс үстінде ұсталғандай есікті тарс жауып үлгерді. Ең қызығы 1 айдан кейін болды. Мен үйге әдеттегіден ерте келдім. Жиналыс кейінге шегеріліп, түскі асқа дейін жеттім. Аулада ешкім жоқ еді. Тек үлкен әже бастырма астында отыр екен. Ол күннен күнге әлсіреп бара жатқан. Жақында болған жайттарды ұмытып қалатын, бірақ кейде ақылы кіріп, анық сөйлейтін. Сол күні ол мені саусағымен шақырып алып, кенет «Сен әлі шұңқырды көрген жоқсың ба?» деп сұрады. Төбемнен мұздай су құйып жібергенде болды. «Қандай шұңқыр әже?» дедім. Кейуана үй жаққа қарап, «Осы үйдің әйелдері 40 жылдан бері жылап келе жатқан шұңқырды айтам», деді. Сол сәтте ас үйден енем шықты. Әже сөзін пышақпен кескенде кілт тыйылды. Ал кешке Муниса апа өмірінде бірінші рет бөлмеме өзі келді. Қарсы алдыма отырып, ұзақ үндемей тұрды да, кейбір есіктерді ашпаған дұрыс, әйтпесе көрген нәрсеңмен өмір сүруге тура келеді, деді. Мен тікелей кілемнің астында не бар деп сұрасам, көзіме тура қарады. Жанарында ашу емес, тек шаршау мен қорқыныш бар еді. Шын қорқыныш. Онда жақсы ештеңе жоқ, деді де шығып кетті. Осыдан кейін құпияның барына көзім жетті. Ол ақшамен де қылмыспен де байланысты емес. Бұл өте терең, ата-бабадан қалған, буыннан буынға өтіп келе жатқан бір сыр еді. Мен жауапты өзімізде бастадым. Ескі үй өткен буының заттарына толы еді. Шатырда сандықтар сақталған екен. Кілемдер, ыдыс-аяқтар, құжаттар. Демалыс күндері басқалар өз шаруасымен жүргенде, мен үй тазалағансып, ескі қораптарды ақтардым. Бірнеше апта бойы ештеңе табылмады. Бірақ бір күні тозығы жеткен күнделікке тап болдым. Ол Шерзоттың атасының бірінші әйелі Зубайда деген кісіні екен. Ол туралы үйде тіс жармайтын, тек жас кезінде қайтыс болған білетінмін. Күнделікте жай ғана тұрмыстық жазбалар, шығындар, қонақтар тізімі жазылған. Бірақ соңғы беттерінде жазу кенет өзгерген. Жолдары қисайып, бейне бір адамның қолы дірілдеп жазғандай көрінді. Онда былай делінген: «Егер қызым бір күні бөлме туралы шындықты білсе, біліп қойсын. Мен оны қорғағым келді», деген екен. Жүрегім атқақтап кетті. Ары қарай бірнеше бетті біреу әдейі ұқыптап, жыртып алып тастапты. Дәл сол жұмбақтың шешеу болатын тұсын алып тастаған. Кешке бұл кітапшаны күйеуіме көрсеттім. Ол бозарып кетті де үндемей қолымнан алып аулаға шығып кетті. 1 сағаттан кейін күнделіксіз оралды. «Ол қайда?» деп сұрадым. Жауап бермеді. Сонда біз үйленгелі бірінші рет қатты ұрсыстық. Мен оны шындықты жасырт деп айыптадым. Ол мені әуестігіңмен отбасымызды бұзып жатырсың деп кінәлады. Bir кезде ол айқайлап жіберді. «Сен маған бұл сырмен өмір сүру оңай деп ойлайсың ба?» деді де кілт тыйылды. Осы сөздер құлағымнан кетпей қойды. Демек, ол да бұл құпияның күзетшісі емес, тұтқын екен ғой. Бірнеше күннен кейін тағы бір жағдай болды. Әжеміз қайтыс болды. Ұйқысында тыныш қана жүріп кетті. Бүкіл үй қара жамылды. Қазақстан мен Өзбекстанның түкпір-түкпірінен туыстар ағылды. Үй тағы да адамға ескі естеліктер мен өткен күн туралы әңгімелерге толды. Дәл сол кезде мен бұрын соңды естімеген бір әйелдің атын естідім. Айнұр. Бұл есімді екі қарт апайдың әңгімесінен байқаусызда естіп қалдым. Бірақ
Ол кім деп сұрап едім, бірден тыйыла қалды. Тым тез, тым қорқынышпен үндемей қалды. Енді менде 3 жұмбақ болды. Кілем, Шұңқыр және Айсұлу есімді әйел. Бұның бәрі бір-бірімен байланысты еді. Әженің 40-ында туыстары үйге тағы жиналды. Кешке еркектер аулада отырды. Әйелдер дастархан жайды. Мен ас үйде көмектесіп жүріп, енем мен оның бір сіңлісінің сөзге келіп қалған естідім. Оның білуге құқығы бар, деді сіңлісі. Жоқ деп жауап берді енем. Бұл шындық үшін бәріміз де құн төлеп қойғанбыз, деді. Осы сөздерден кейін төзімім әбден таусылды. Түнде бір шешімге келдім. Егер маған шындықты ешкім айтпаса, өзім табам дедім. Келесі күні үйдегілер көрші аудандағы алыс туыстардың жиынына кетті. Мен жұмысты сылтауратып, үйде баламмен жалғыз қалдым. Кеш батқанша күтіп, баланы ұйықтаттым да қолшамды алдым. Жүрегім бейне бір қылмыс жасағалы жатқандай атқақтап соғып тұр. Орталық бөлме бос еді. Қызыл кілем өз орнында жатты. Ауыр, ескі. Бұл отбасы үшін киелідей көрінетін кілем. Алдында ұзақ тұрдым да шетінен ұстап тарта бастадым. Кілем мен ойлағаннан әлде қайда ауыр екен. Тек оны орнынан жылжыту үшін бірнеше минут кетті. Еденнің үлкен бөлігі ашылғанда ескі ағаш тақтайларды көрдім. Бірақ біреуі өзгеше еді. Ол басқаларына қарағанда сәл күңгірт және бетінде әрең байқалатын темір тұтқасы бар екен. Дәл сол сәтте әженің шындықты айтқанын түсіндім. Кілемнің астында шынымен де бір нәрсе бар екен. Дірілдеген қолыммен тұтқаны жоғары тарттым. Тақтай көтерілді. Оның астынан қараңғылыққа кетіп жатқан тар баспалдақ көрінді. Жертөленің тереңнен ескі ағаш пен сыздың иісі шықты. Дәл сол кезде төменнен бір өте жай дыбыс естілді. Бейне бір шынжыр немесе темір ілге қозғалғандай болды. Сәл тұрып қалдым. Үй бос болатын, ешкім болмауы керек еді. Бірақ біреу менің бұл есікті ашқанымды біліп қойғандай сезімде болдым. Бірнеше секунд қозғалмай, баспалдақтың астындағы қап-қара қуысқа қарап тұрмын. Іздеу басталғалы бері бірінші рет қақпақты жауып, бәрін ұмытқым келді. Бірақ тым көп нәрсе өтіп кетті. Қаншама түн ойланумен өтті. Маған қанша рет араласпа деді. Адам баласы қызық қой, есіктен неғұрлым итерген сайын, артында не барын соғұрлым білгісі келеді. Қолшамды жағып, ақырын төмен түсе бастадым. Баспалдақтары ескі болса да мықты екен. Төменде кішігірім бөлме бар екен. Жертөлеге емес, жасырын бөлмеге көбірек ұқсайды. Қабырғалары тастан қаланған. Бұрышта ескі сандық, қасында ағаш үстелмен бірнеше сөре тұр. Бірақ мені ең қатты таңғалдырғаны басқа нәрсе болды. Бұл жер қараусыз қалған бөлмеге ұқсайды. Мұнда үнемі тазалық жасалып тұрған. Шаңда жоққа тән. Демек, әлі күнге дейін бұл жерге біреу келіп жүр ғой. Үстелге ақырын жақындадым. Үстінде ескірген, жасыл таспамен байланған бірнеше қалың дәптер жатыр екен. Қасында кішкентай қобдиша тұр. Жоғарыда естілген темірдің дыбысы дәл осыдан шыққан екен. Қақпағында ілгегі бар шынжыр ілініп тұр. Мен қақпаны ашқанда ол қозғалып кетсе керек. Бірінші дәптерді аштымда, қолыма мен ойлағаннан маңыздырақ нәрсені түскенін бірден түсіндім. Бұл күнделік екен. Әйел адамның күнделігі. Бірінші бетінде Айнұр деген есім жазылыпты. Жүрегім сондай қатты соқты. Тіпті отыруға тура келді. Дәл сол есім, дәл сол әйел. Оқи бастадым. Алғашқы жазбалары 80-ші жылдардың басына тиесілі екен. Айнұр бұл үйдің келіні болыпты. Әулеттің үлкен ұлына тұрмысқа шыққан жас қазақ қыз екен. Жолдар біртіндеп оның өмірін аша бастады. Басында абайлап, кейін ашыла жазған. Қалай осы үйге сіңісіп кеткісі келгенін, отбасылық дәстүрлерді үйренгенін, енені ренжітіп алудан қорыққанын, өз үйі болуын армандағанын жазыпты. Оның сезімдері маған таныс болған сонша зәрем ұшты. Кейде өз ойымды оқып отырғандай болдым. Бірақ кейін жазбалары үрейлі бола бастады. Айнұр сынақ деген сөзді жиі қолданатын болыпты.
Ол осы үйдің әрбір келіні бұл сынақтан өтуі керек деп жазыпты. Бірақ оның не екенін бірде-бір рет ашып айтпаған. Бейне бір қағаз бетінде де бұл нәрсені атаудан қорыққандай. Мен беттерді парақтай бердім. Кенет бір жазбаны көріп, денем мұздап кетті. Бүгін олар маған кезек келген айтты. Мен мұны жай ғана ескі дәстүр шығар деп ойлағам, бірақ әйелдердің жүзін көргенде түсіндім. Ешкім шындықты айтқысы келмейді. Өйткені олардың әрқайсысы кезінде келіскен деген екен. Мен мұны бірнеше рет қайталап оқыдым. Не нәрсеге келіскен, ары қарай жазу одан сайын бұзыла берген. Мазасызданғаны көрініп тұр. Айнұр қорқыныш, тығырыққа тірелу сезімі туралы, күйеуінің отбасы үшін шыдай тұрш деп өтінгені туралы, және үйдегі әйелдердің бұрыннан солай болған деп оны көргісі келгені туралы жазыпты. Сол сәтте жоғарыдан қақпаның ашылған дыбысы естілді. Селк ете қалдым. Үйдегілер ерте келіп қалыпты. Дәптерді асығыс жауып, жоғары көтерілдім де, кілемді орнына төсеп үлгердім. Бәрін бітіргенім мұң екен. Аулаға Шерзот кіріп келді. Кеш бойы тағатта отыра алмадым. Жертөлеге қайта түскім келді. Бірақ ол мүмкін емес еді. Енді мен ең басты нәрсені білдім. Құпия осы әулеттің әйелдерімен байланысты. Және бұл сыр ондаған жылдар бойы өмір сүріп келеді. 2 күннен кейін маған күтпеген жерден көмекші пайда болды. Шерзоттың қарындасы, Нафиса. Екеуміз бұрын онша жақын емес едік. Ол оңаша жүретін, ойын көп айтпайтын. Бірақ бір күні кешке жұрттың бәрі ұйықтап жатқанда, ол есігімді қақты. Амандық саулықсыз бірден төменге түстің бе деп сұрады. Ішім мұздап кетті. Жасырудың мәні жоқ еді. Ол бәрін біліп тұр. Мен басымды изедім. Нафиса ұзақ үндемей отырды да, қарсы алдыма жайғасып, мен де кезінде о жерге түскенмін, деді. Бұл сөз бәрін өзгертті. Бірінші рет осы әулеттің бір адамы құпияны жасырмай ашық айтты. Ол бұдан көп жыл бұрын жерасты қақпаны байқаусызда тауып алғанын айтты. Ол кезде жасы 16-да екен. Күнделіктердің бірі бөлігін оқып, анасымен сөйлеспекші болыпты. Бірақ Муниса апа көрген нәрсесін ауызға алуға мүлдем тыйым салып тастапты. Осыдан кейін анасы мен қызының арасына мәңгілік сызат түскен. Сен бұл сынақтың не екенін білесің бе? Деп сұрадым. Нафиса басын шайқап, жоқ, анығын білмеймін, бірақ оның бір ғана елге қатысты емес екенін білем. Олар көп болған, деді. Сосын кенет, Айнұр деген әйел негізінен саған айтқандай жоғалып кеткен жоқ, деп қосып қойды. Мен сілейіп тұрып қалдым. Маған әрқашан Айнұр туыстарына кетіп қалып, бірнеше жылдан кейін аурудан қайтыс болған деп айтатын. Бәрі осы нұсқаны қайталайтын. Нафиса біреу естіп қоймасын дегендей есікке қарай берді де сыбырлап қана. Ол түннен кейін оның қайда кеткенін ешкім білмейді, деді. Келесі түнде Нафиса екеуміз жертөлеге тағы түстік. Бұл жолы бірге. Таң атқанша күнделіктерді оқыдық. Біртіндеп бәрі түсінікті бола бастады. Жасырын бөлмені осы әулеттің арғы жесі жасаған екен. Әрбір келін осы жерге өз жазбасын қалдырып отырған. Еркектер үшін емес, осы үйдің табалдырығын аттайтын, келесі әйел оқысын деп жазған. Бұл талай буынның жанайқайы, мұң зары жиналған архив іспетті еді. Бірі махаббат туралы, бірі көңіл қалу туралы, ал үшіншісі отбасы үшін жасаған құрбандықтары мен келісімдері туралы жазыпты. Бірақ кез келген күнделікте сынақ деген сөз міндетті түрде кездесетін. Және әрбір әйел сол сынақтан кейін өзінің бұрынғыдай бола алмағанын жеткізген. Бірақ оның не екені туралы нақты жауап әлі жоқ еді. Біреу ең маңызды беттерді әдейі жыртып алғандай. Дәптерлердің бірінің соңында мұқаба мен беттердің арасына тығылған қағазды тауып алдық. Онда бірнеше сөз ғана жазылыпты. Шындық күнделікте емес, шындық мыс қобдишаның ішінде, деген. Екеуміз бір уақытта бұрышта тұрған сол қобдишаға қарадық. Ол осы уақытқа дейін қасымызда тұрса да, оны ашу ойымызға келмепті. Құлпы ескі әрі үгітіліп тұр екен. Нафиса бұрау шалып келді. Бірнеше минуттан кейін қақпақ ашылды. Ішінде құжаттар, сарғайған суреттер
және матаға оралған кішкентай түйіншек жатыр екен. Мен оны абайлап аштым. Ол қолдан тоқылған өте ескі баланың бас киімі екен. Ал астында баланың туу туралы куәлігі жатты. Ата-анасының тегін көргенде тынысым тарылып қалды. Анасы ретінде Айнұр жазылған, ал әкесі ол тұрмысқа шыққан адам емес, мүлдем бөтен кісі болып шықты. Нафиса екеуміз бір-бірімізге қарадық. Бөлмеде тек деміміз ғана естілетіндей тыныштық орнады. Сонда ғана түсінікті болды. Бұл әулеттің басты құпиясы әйелдің жоғалып кетуі емес екен. Бәрі осыдан көп жыл бұрын әулет тарихынан өшіріп тастағысы келген балаға байланысты еді. Бірнеше минут Нафиса екеуміз тіл қата алмадық. Ескі куәлік арамызда бейне бір тірі заттай жатты. Қағазы уақыттан сарғайған, сиясы кей жерде өшіп кеткен, бірақ ең бастысы анық көрініп тұр. Бала болған, Айнұр оны туған, ал ресми әкесі мүлдем басқа еркек деп жазылған. Ол бұл әулеттің ұлы да, күйеуі де, туыстар айтатын адамда емес. Мен неше түрлі нәрсені күткен едім. Ескі ұрыс керіс мұрадауы, асырап алу құпиясы, бірақ бұлай болады деп ойламадым. Басыма келген бірінші ой қарапайым әрі қатал еді. Шынымен, Айнұр күйеуінің көзіне шөп салды ма? Кез келген адам осылай ойлар еді. Бірақ күнделікті есіме түсірген сайын бұған сенгім келмеді. Жазбаларында Айнұр жасырын махаббат құрған әйелге емес, тығырыққа тірелген, шарасыз жанға көбірек ұқсайтын. Басқа құжаттарды да қарастыра бастадық. Ішінен медициналық анықтамалар, бірнеше қолхаттар мен ескі суреттер табылды. Суретте 3 жас адам тұр екен. Біреуі қазіргі атам Абди Қадирдің жас кезіне айнымай ұқсайды. Екіншісін танымадым. Ал ортасында салмақты жанары бар келіншек тұр, Айнұр екен. Суреттің артына біреу кейде парыз махаббаттан да қорқынышты деп жазып қойыпты. Бұл сөздерден ішім мұздап сала берді. Құжаттарды тереңірек өңілген сайын жұмбақтың шешуі қасымызда екені сезілді. Бірақ әлі де ең маңызды бір бөлшек жетпей тұрғандай еді. Құжат көп, бірақ олар сынық айнаның бөлшектері сияқты болатын. Әрқайсысы шындықтың бір шетін көрсеткенімен тұтас көрініс жоқ. Таңға жоқ ешқандай қол қойылмаған хат таптық. Ішінде бір ғана парақ бар екен. Жазу Айнұрдікі еді. Егер сен мұны оқып отырсаң, демек сынақ әлі де бар. Демек әйелдер әлі де үндемей келеді. Онда біліп қой. Шындық маған не болғанда емес, шындық басқалардың неліктен бұған келіскенінде, деген. Мен бұл жолдарды бірнеше рет оқыдым. Басқалар неге келісті? Дәл осы сұрақ кенет ең басты мәселеге айналды. Бір ғана әйелдің тағдыры емес, бүкіл әулет әйелдердің тарихы. Кейінгі күндерім азап қайналды. Жұмысқа барып баламен айналысып, ортақ дастарханда отырып, енеммен сөйлесіп жүрдім. Бірақ ішімде тек бір ғана ой. Осы үйде ондаған жылдар бойы не болған? Және әйелдер неге үндемей келген? Жауабы күтпеген жерден белгілі болды. Осы олжамыздан кейін бір аптадан соң Шерзоттың інісінің келіншегі ауырып қалды. Аты Зылиха. Ол өте жуас, отбасылық дауларға араласпайтын келіншек еді. Тұз дәміміз көп жараспайтын. Бірақ бір күні кешке ол өзі қасыма келіп, «Сен сынақ туралы білесің бе?» деп сұрады. Жүрегім алқымыма тығылғандай болды. Демек, бұл аңызда қарттардың тұспалы да қиялы да емес екен. Ол шынымен бар. Мен абайлап тек атын ғана білем, дедім. Зылиха терезеге ұзақ қарап тұрды да, мен тұрмысқа шыққанда маған таңдау берді. Маған солай айтты. Бірақ ешқандай таңдау болған жоқ, деді де жылап жіберді. Оны танығалы мұндай күйде бірінші рет көруім. Көз жасын сүртті де, ары қарай ештеңе түсіндірмей шығып кетті. Бірақ мен енді нық сенімді болдым. Сынақ бүгінде жалғасып жатыр. Ол Айнұрмен бірге өткен шақта қалып қоймаған. Бірнеше күннен кейін ешкім күтпеген жағдай болды. Атам Әбдіқадирдің жүрегі ұстап қалды. Өте ауыр емес, бірақ ауруханаға алып кететіндей болды. Көп жылдан бері бірінші рет үйдің басты билігі бос қалды. Туыстар аурухана мен үйдің арасында сабылып, үйреншікті тәртіп бұзыла бастады. Дәл осы сәтте Муниса апа бірден 10 жылға қартайып кеткенде көрінді.
Оның баяғы сенімділігі де, қаталдығы да жоқ боп кетті. Бірнеше рет оның аулада жалғыз отырып, бір нүктеге қарап қалған байқадым. Жүзінен бұрын соңды байқалмаған шаршау көрінді. Бір күні кешке ол мені орталық бөлмеге, баяғы кілем жатқан жерге шақырды. Кірсем, кілем жартылай жиналып қойылыпты. Көп жылдан бері бірінші рет төбемнен жай түскендей болды. Жолауға болмайтын киелі белгі орнынан жылжытылыпты. Муниса апа қасында үндемей отыр екен. Сосын кенет, сен мені жек көресің бе? Деп сұрады. Сұрақ күтпеген жерден қойылған соң, бірден жауап таба алмадым. Иә, деуіме де болар еді. Себебі ішімде реніш көп болатын. Бірақ неге екенін шындықты айттым. Кейде, бірақ көбіне мен сізді жай ғана түсінбеймін, дедім. Ол дәл осы жауапты күткенде басын изеді. Сосын өте жай дауыспен, мен де кезінде дәл сенің орнында болғам, деді. Дәл сол сәтте мен алдымда енемді емес, әйелді көрдім. Көп жыл бойы иығында ауыр жүкті арқалап келген кәрі әйелді көрдім. Онда айтып беріңізші, дедім. Ол ұзақ үндемеді. Әңгіме тағы да үзіліп қалатындай көрінді. Бірақ кейін бәрін өзгерткен сөздерді айтты. Сынақ ешқашан адалдық немесе отбасының абыройы туралы болған емес. Бізді өз баламызбен отбасымыздағы орнымыздың арасында таңдау жасауға мәжбүрлейтін. Тұла бойым мұздап кетті. Ол әр сөзін қинала, сыздықтата айтып отыр. Белгілі болғандай, осыдан көптеген жылдар бұрын әулеттің арғы-атасы қатал ереже енгізіпті. Егер келіннің бірінші жүктілігі үлкендерге қандайда бір себептермен, мерзімі, қауесет, күдік немесе жай ғана отбасылық ұрыс керіс салдарынан күмәнді боп көрінсе, баланы тартып алып, алыс туыстарына тәрбиелеуге беріп жібереді екен. Сыртынан қарағанда отбасының тыныштығы үшін, іс жүзінде үлкендердің бейлігін сақтап қалу үшін, әйелдердің санасына отбасы үшін өзіңді құрбан етуің керек. Жақсы келін бәріне шыдайды, үндемеу, әулетті сақтайды деп сіңірген. Бірі қарсыласқан, бірі сынған, бірі келіскен. Айнұр деген әйел келіспепті. Дәл содан кейін оның есімі бұл үйде тыйым салынған, тақырыпқа айналған. Көзге шөп салып деген жала мүлдем өтірік боп шықты. Баланың әкесі өз күйеуі Бекзот деген кісі екен. Үлкендердің билігін жүргізу және баланы тартып алуды ақтау үшін құжаттар қолдан жасалған. Ал туыстарға жіберілген сәби бірнеше жылдан кейін үйге жетім туыс ретінде қайтарылған. Ол бала қазіргі атам Абдукадир еді. Мен енеме қарап, естіген құлағыма сене алмадым. Ол маған қарап отырып түсіндім. Нағыз қиындық енді басталды. Егер атам Абдукадирге шындықты айтсақ, оның бүкіл өмірі асты үстіне түседі. Ол атанам деп санаған адамдардың өзін алдап келген біледі. Өз туған анасын өтірік өсекпен бұл үйден мүлдем құртқанын біледі. Әкесі оны құтқарам деп жүріп, жоғып кеткен біледі. Бірақ үндемей қалсақ, өтірік әрі қарай өмір сүре береді. Әйелдердің күнделікті жазған нағыз сынағы дәл осы екен ғой. Шындық пен тыныштықтың, емделу мен қираудың, өткен шақ пен келешек шақтың арасындағы таңдау еді. Және көп жылдан бері бірінші рет шешімді үлкен буын емес, мен қабылдауым керек. Өйткені бүкіл шындық енді менің қолымда. Дәл осы сәтте ауланың қақпасы тарс етіп ашылды. Аулаға 40 жылдан бері ешкім көрмеген адам кіріп келді. Қақпа сондай қатты соғылды. Екеуміз де селк ете қалдық. Енем Муниса апа орнынан бірінші тұрды. Жүзі әп-сәтте боп-боз боп кетті. Мен де артынан аулаға шықтым. Үйге қарай ақырын басып, бір еркек келе жатыр екен. Ұзын бойлы, арықтау, шашы ағарған, үстінде ескі күңгірт пиджак бар. Басын салбыратып келеді екен. Бейне бір иығында чемодан емес, өз өмірінің ондаған жылдарын арқалап келе жатқандай. Бірнеше секунд ешкім қозғалмады. Тіпті балаларды шулауын қойды. Сосын ас үйден Нафиса шықты да, бейтаныс адамды көріп қатып қалды. Еркек жүзім бастырмасының қасына тоқтап, үйге бейне бір оны бірінші әрі соңғы рет көріп тұрғандай ұзақ қарады. Жанары терезелерге, ескі қабырғаға, балалар ойнап жүрген құдықтың қасына тұрақтап қалды.
Сосын тек екі-ақ сөз айтты. Мен оралдым. Мұниса апа теңселіп кетті. Мен оны қолынан ұстап үлгердім. Бекзотпын деп сыбырлады ол. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Ондаған жылдар бойы тек әңгімелер мен қауесеттерде ғана болған есім кенет тірі адамға айналды. Бекзот ата тірі екен, өлмепті, жоқ боп кетпепті. Қартайған, қиналған, бірақ тірі адам алдымызда тұрды. Бірнеше минуттан кейін бүкіл үй оның оралғанын білді. Туыстар бейне бір дабыл қағылғандай жинала бастады. Кешке ауруханадан қайнатам Абдикадир оралды. Ол аулаға кіріп үлгермей жатып, бейтаныс қартты көрді. Бірнеше секунд екі еркек үндемей бір-біріне қарап тұрып қалды. Сосын бір қызық жағдай болды. Бекзот ата бір қадам алға басты. Қайнатамды солай істеді. Кенет екеуі де бір уақытта тоқтай қалды. Бейне бір қарсы алдынан өз бейнесін көргендей болды. Өйткені ұқсастықтары таңғаларлық еді. Дәл сондай көздер, дәл сондай бет сүйектері. Шындықты білмесең де, мұны байқалмау мүмкін емес еді. Бекзот ата үйде тұруға қалды. Уақытша. Шаруаларын реттегенше деп түсіндірді оралуын. Оралғаннан кейін үшінші күні ол мені аулада тауып алды. Сен Сарасың ба? Деп сұрады. Мен басымды изедім. Айнұр бұл мұраны саған қалдырған екен ғой. Ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Не дедіңіз? Ол маған мұқият қарап, сен әлі түсінбедің бе? Деді. Сонда Бекзот ешқандай күнделікте жазылмаған нәрсені айтып берді. Белгілі болғандай, Айнұр келін жоғалып кетерден бірнеше ай бұрын үйдің арғы әжесімен бірге кілемнің астынан осы жасырын бөлмені жасапты. Болашақ келіндер үшін жазба қалдыруды дәл солар бастаған екен. Айнұр бір күні осы салт дәстүрден қорықпайтын бір әйел келетініне сенді, деді Бекзот. Ол көп жыл бойы қателесіп келді, бірақ кейін сен пайда болыпсың, деді. Сол түні мен мүлдем ұйықтамадым. Ал таңертең қайнатам қасыма келді. Бастырма астына отырдық. Біраз уақыт үндемей отырды да кенет мен оны өмір бойы танитын сияқты болып көрінеді, деп қосып қойды. Кешке Бекзот ата бүкіл отбасын жинауды өтінді. Орталық бөлме адамға толды. Ортада баяғы кілем жатты. Бекзот ата оған ұзақ қарап тұр. Ақырын, өте ақырын ол кілемді жинай бастады. Көптеген жылдардан бері бірінші рет бүкіл әулеттің көзінше әр бейнесі бір талай буын жинаған өтіріктің қабатын сыпырып жатқандай еді. Кілем толық жиналғанда бөлмеде мүлдем тыныштық орнады. Сонда Бекзот ата қайнатама қарап, сенен ұрлап кеткен бір тарих бар, деді. Бекзот ата бәрін айтып берді. Әкесінен болған ренішті, баланың туылғанын, қолдан жасалған құжаттарды, ұлын қалай іздегенін. Сосын ол Айнұрдың баяғы суретін шығарып, Абдикадир атам ұстатты. Атам суретке ұзақ қарап отырды. Қолдары барған сайын қатты дірілдеді. Сосын кенет ол жылап жіберді. Бейне бір бүкіл өмірін кенет түсіндіріп берген бала құсып егілді. Мен оның жүзін білем, деп сыбырлады ол. Қайдан екен білмеймін, өмір бойы білем. Енем бетін қолмен ұстап жылады. Ал жанымда Нафиса жылап отыр. Тіпті сезімін білдірмейтін еркектердің өзі бастарын көтермей отырды. Бекзот ата бұдан көп жыл бұрын ұлының ізін тапқанда, заңгерлер оны қайтару мүмкін емес деген соң, сырттай бақылап жүруді ұйғарыпты. Бірнеше рет Түркістанға басқа сылтаумен келіп, өз ұлын көшеде көріп, қалай өскенін, тойын қонақтардың арасында тұрып тамашалаған көрген екен. Бірақ бірде бір рет қасына бармапты. Өйткені кезінде өз өмірін қалай қиратса, біреудің де өмірін солай бұзып алудан қорыққан. Әңгіме біткенде ешкім не айтарын білмеді. Шындық ақыры бөлмеге кірді. Және ол тек өте ескі, жазылмаған жараға ұқсайтын еді. Келесі күні таңертең үй мүлдем өзгерді. Бақытты немесе жеңіл болып кеткен жоқ. Жай ғана басқаша болды. Бейне бір қабырғалар ауыр жүкті ұстауын қойғандай еді. Қайнатам бүкіл күнін өз әкесімен өткізді. Олар сағаттап сөйлесті, кейде көз жасына булығып күлісті. Ең ауыр әңгіме Абдикадир мен Мұниса апаның арасында болды. Олар бөлмеде 3 сағаттай отырды.
Есік ашылғанда Муниса апаның көзінен бірінші рет қорқыныш жоғалды. Тек шаршау ғана қалды. Кейін мен отбасымды қорғап жүрмін деп ойлап ем. Тек өтірікті ғана қорғап келіппін, деді ол. Бір аптадан кейін туыстар бір шешімге келді. Жасырын бөлмедегі бүкіл күнделіктер, құжаттар мен жазбалар отбасылық архивке өткізіледі. Дәл сонда тағы бір маңызды оқиға болды. Ондаған жылдар ішінде бірінші рет кілем баяғы орнына қайтарылмады. Оны ұқыптап тазалап, қалпына келтіріп, үлкен қонақ бөлмесінің қабырғасына іліп қойды. Енді ол құпияның бетін жапқан қақпақ емес, соның естелігі ретінде тұрды. Енді ол ештеңе жасырмаған соң, әлде қайда жеңіл көрінетін. Бұдан кейін бір жылдай уақыт өтті. Бір күні кешке аулада отырып, баламның туыстардың балаларымен ойнап жүргенін бақыладым. Осындағы үстелде үлкен атаммен, қайнатаммен әңгімелесіп отырды. Кейде дауласып, кейде күлісіп қояды. Олар ұрланған жылдарын ешқашан қайтара алмайды. Бірақ қалған өмірлерін шындықпен адал өткізуге мүмкіндік алды. Муниса апа да өзгерді, жуасып, ашыла бастады. Бірнеше рет отбасының жас әйелдеріне сыйластықты бағыныштылықпен, ал салт-дәстүрді қорқынышпен шатастырудың қаншалықты қауіпті екенін өз айтып берді. Нафиса ақыры тұрмысқа шығып, Алматыға көшті. Ал мен бір күні үйдің астындағы жасырын бөлмеге соңғы рет түстім. Онда бәрі баяғыдай қалған. Бірақ енді олардың арасында тағы бір дәптер жатты. Менікі. Кетер алдында соңғы бетіне бірнеше жол жаздым. Ең қорқынышты өтірік басқаларға айтылған өтірік емес. Нағыз қорқынышты өтірік адамдардың өзі келісіп бірге өмір сүретін өтірігі. Сосын жоғары көтеріліп бетін жаптым. Құпия ақыры құпия болуын қойғандықтан жаптым. Күн Түркістанның шаңырақтарының артына батып бара жатқанда қабырғада ілулі тұрған кілемге қарадым. Кезінде ол біреудің қасіретін жасырды. Кейін біреудің естелігін сақтады. Ал қазір қарапайым бір нәрсені еске салып тұр. Ешқандай шаңырақ үнсіздіктің үстінде мәңгі тұра алмайды. Шындық ерте ме кеш пе оны көтеруге батқан адамды бәрібір табады. Кейде адамдар үнсіздік отбасын сақтайды деп ойлайды. Бірақ көбіне отбасын сақтайтын үнсіздік емес, ұзақ уақыт бойы қорыққан ашықтық пен адалдық екен. Шындық бүгін жаныңды ауыртуы мүмкін, ал өтірік бірнеше буынның ондаған жылдық өмірін бірден тартып ала алады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер шындық жақын адамыңыздың үйреншікті әлемін талқындайтын болса, оны қандай да бір құнмен айту керек пе? Әлде кейде үнсіздік шынымен де махаббаттың белгісі болуы ма? Әңгімені тыңдағандарыңыз рахмет. Лайк басып, төменге өз ойларыңызды жазып, каналға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Көп рахмет.